700 мыңға не стоит обучение. Біздер аэропортта қаңғып жүрміз, жататын жеріміз жоқ. Динарадан алданып қалдық. 3 миллион таптым, 2 миллион таптым. Иә, келгелі міне Құдайға шүкір 700 мың доход таптым. Бір iPhone алдым. Сол кезде бір апа, сөзім ауыр болмасын, ол кісі жоқ қазір бұл өмірде. 700 мыңмен, иә, 700 мыңмен бәрі санайды ғой сразу. Қазақтар көбейіп кетеді. Бір-бірін көріп, оффлайндықтарымыз уже ұрысып, керісіп бастайды. Сіздің үстіңізден заявление түсіп жатыр, сіз мошенница деп жатыр. Келіңіз деп. Қош көрдік, құрметті көрермендер. Бүгін біздің студияда Динара деген қызымыз келіп отыр. Өзінің тарихын, өзінің бизнес жолындағы, даму жолындағы, өзінің білген түйгендерін сізбен, менімен бөлісуге келіп отыр. Егер де біздің түсіріп жатқан, сіздер үшін жұмыстанып жатқан жұмыстарымыз сіздерге ұнап жатса, біздің каналға көк кнопканы басып подписка жасап қойыңыздар, және комментарий, лайктарыңызды аямай жазып отырыңыздар. Динара, қош келдің. Қош көрдік. Көргеніме қуаныштымын. Рахмет, менде де. Ал бүгінгі эфирді сізге бұйырттық. Рахмет көп. Ал енді бүгін өзіңнің тарихыңды, қалай Динара болып қалыптастың, қалай Габидинская болдың деген бағытта, және неше түрлі бизнестің басын құрастырып жүрген серийный предпринимательсің. Сол туралы білгіміз келіп отыр. Жалпы таныстырудан бастасақ. Рахмет Гүлбану, шақыртуыңызға. Жалпы таныстырудан бастайық. Есім енді Динара, көбі енді Инстаграмда Габидинская деп біледі ғой. Сосын көбі ойлайды екен Габидинская деген фамилиясы деп. Мен жаңағы күйеуімнің атына тегін емес, атын алған келіншекпін. Күйеуімнің аты Ғабиден, сосын жаңа Габидинская жена деген сияқты. Сол Ғабиденнің жан-жарды Инстаграмға да салып айтқан болатынмын. 6 балам бар, 88-ші жылғымын, 36-да жасым. Осы Маңғыстауда жергіліктімін, 6 балам бар, 3 қыз, 3 балам бар. Үлкен ұлым 18-ге толады бұйырса. 17-тен кетті. Студент болады уже осы жылы бұйырса. Кішкентайым 4 жасқа толады. Жалпы бизнесте, жаңа өзің айтып отырсың ғой, әртүрлі бизнесті жасаған деп. Инстаграмға тортпен танылдым. 2014 жылдары осы кездерде Инстаграм шығып бастады ғой біздерге. Қазір тортқа келеміз. Осы Габидинская болып ауысқаныңа бір 2 жылдай анық болды да? Габидинская болып ауысқаныма 4 жыл болады. Жаңа босанғаннан кейін, кішкентай бөпемді босанғаннан кейін. Сол кезде қалай қабылдады, енді жұрт қалай қабылдады дейміз ғой? Папаң әкелген жоқ па? Жоқ. Неге ондай шешімге келдің? Ол білмеймін, күйеуінің атына аккаунт ашып алған келіншекті бір рет көруіміз да. Негізі өзіңнің Динара Қосжан деген фамилияңды, атыңды бір-біріне жақсы үйлесім тауып тұрған еді. Динара Қосжан деп негізі былайда жазылып тұр аккаунтта. Но бұрын торты Динара ақтау болды да, мен тортпен айналысып жүргенде солай танылып бастадық. Одан кейін біз сол кезде Инстаграм әлеміне кіргеннен кейін әртүрлі оқулар оқыдық қой, енді осы Инстаграмды дамыту үшін. Сол кезде Инстаграмда бірінші бізге задание болған ник, ниша табу, одан кейін аккаунттың аты креативный болу керек. Қазіргі таңда мысалы бұрын дейтін торты Динара ақтау деген болса, қазір енді просто Габидинская деген креативный ат қой. Сондай бұл жаңа оқырмандармен мен неғылғанмын, опрос жасаған. Сол осы кезде жаңағы бір оқырмандар, не есімде емес, енді бір Габиденнің жан-жары деп қойсаңыз болады деп біреулер айтты да. Сосын біреулер жаңа айтқан Габи Динар деп па, білмеймін, сондай екеуміз көп сондай нелер келді. Габиден Динара деп не қылсаңыз болады деп ұсыныстар келді. Сосын өйтіп ұйқастырып бір отырып, білмеймін, Скаяны қосып жібердік қой, Габидинская деп та. Негізі былай қарап отырса, жазуда Габидинская деп тұр. Габидинская деген, Габиден и Динар деген сөзден шыққан. Сосын Скаяны қосып жүргенбіз деп отқам жаңа сол ғой. Екеуміздің атымыз құралған негізі. Былай біреулер ойлайды жаңағы Габиден деп, Габиденская деп айтады ғой. Негізі Габидинская. Басыбайлы Габидинская болды. Негізі Габидинская. Екеуміздің атымыз қосылады. И бір жағынан мына жерде Ғабиденнің аты көбірек неғып шығып тұр да, жаңа айтқандағыдай Ғабиденнің атын алып тұрмыз да.
то есть сондай заданиемен шығып кеткен. жаңағы довольны, мен де довольнымын де. Иә, ол да довольны. Жалпы өзіңді енді тортпен таныдық қой бәріміз. Иә, Осы Маңғыстаудағы алғашқы торт пісірушілердің бірісің, иә? иә. Или ең басындағысың? Ең бірінші деп айта аламын мен өзімді да. Осы Ақтау қаласында бұрыннан өзім торт пісіремін негізі. Үйде 2006-да күйеуге шықтым ғой. Содан бері торт пісіремін, ағайын тумаларыма пісіремін, ол сосын арасында заказбен жасап беремін ол кісілерге да. Енді тегін жасап беремін, олар өздері әкеліп береді жаңа ингредиенттерін. Одан кейін 2014-те Инстаграмға шығып бастағанда өзімнің сол жаңа бар білетін медовик, бисквит, Наполеон торттарымды Инстаграмға салатын едім. Сосын сөйтіп заказдар жайлап түсіп бастады 2014 жылы. Одан кейін мастер-класстар сұрап бастады менен. Одан ол кезде мен 14-ші микрорайонда 2 бөлмелі үйде, ол кезде 4 балам бар, кішкентай 4-шісін босанып отырған едім. Сол кезде уже жұмысқа былай бұрын істей алмайтын болғасын, баламен да, кішкентай баламен. Балдарым бәрі мектепте, кішкентай ғой ол кезде. 2-ші класс үлкенім, 1-ші класс кішкентайым, 2-шісі. Сөйтіп балдарға қарап, күйеуім вақтыда үйде отырып сол торттарды пісіріп бастаймын. Көршілерім, ағайындарым алады заказға. Өзің мастер-класстан өтіп келдің оған дейін? Жоқ, ол кезде мен YouTube деймін ба, жаңа нелер, журнал болатын бұл кезде, готовим дома дегендер, солардан қарайтын едім. Сосын одан кейін 2015 бір жылдан кейін ютубтардан қарап бастадым. Жаңағы орыс әйелдер көп салатын еді ол кезде торттарды да. Ол кезде красный бархат, упипай дегендер шығып жатты. Сол ютубтан қарайтын едім. Сосын соны ютуб арқылы самоучкам, мен негізі мамандығым кондитер емес. Сол үйде отырып ютубтағыларды пісіріп, үйреніп, Инстаграмға сол қисық-қисық торттарым салатын едім. Қарап, әлі бар сол торттар Инстаграмда 2014 жылы салғанда. Одан үлкен кулинарный дүкен аштың. Иә, сол 2014-те бастадым ғой Инстаграм. Кулинарияны мен кондитерский лакомканы 2016-та аштым. Ол кезде Ақтауда тек қана бізде 2-ақ точка болды. Торт пісіретін да, ол кезде Пинта мен Смак болатын бұрында. Солардан алатын едік қой. Сосын мен домашняя выпечка деп лакомканы сол 2016-тан ортасында ма аштым ғой. Арендаға помещениені алып, оған себепкер оған күйеуім сол үйде дейтін жаңа обычный миксермен духовкам ғой өзімнің. Соған тыным жоқ. Сосын күйеуіме айтам, заказ күннен күнге көбейіп жатыр. Тіпті уже Инстаграмға салып бастадым ғой. Сол кезде уже сарафанный радио болды, Инстаграм арқылы келіп бастады. Одан кейін мен жаңа новыйдан мастикады мен жасайтын торттар шығады ғой, мультяшкалер, анашыма деген ең алғашқы мен хит торттарым сол болатын. Үлкен торт жасадың еще. Одан келе ғой. Сөйтіп жаңа мастикамен көбірек жақсы танылым деп айта аламын, мастика торттармен да. Әдемі, мен өзім сондай творческий адам болғасын, ювелирный жаңағы жұмыстар жақсы көремін. Бүйтіп әдемілей бергенді да тортты. Ұнайды ма, содан демаламын мен сол кезде. Сол үйде жасап бастадым, 1,5 жылдай ма, 2014-те осы тортты Инстаграмға салып бастадым. 1,5 жыл үйде сол клиенттер жинадым. Үйдің ішінде де сол 2 бөлмеде, жаңа айтып отырмын ғой, 2 бөлмеде мастер-класс жасайтынмын. Балдарым ана бөлмеде тығылып отырады. Шуламай отырыңдар депті, баланы 5-ке бөліп жібересің да, мына залда 15 бір келіншектер келеді, 12, 15, сонда 20 шақты келіншектер келеді, ұзын стол жайып қоясың. Сосын бәрін кухня, галерейный домда кухня кішкентай ғой. Сонда қыздардың қызығушылығы күшті болып тұр ғой. Сол торттарды кәдімгі өзімнің, міне қыздар қараңдар, өзімнің обычный миксерім, міне менің пешім депті. Осымен үйде нормально табыс тауып отырмын. Күніне бір сол кезде 50-60 мың қолымда алатын еді. Соны айтып қыз келіншектерге бөлісіп, сосын мастер-класс сөйтіп бастап кеттім. Одан кейін нормально ақша жиналғаннан кейін күйеуіме айттым, жаңа бір помещение керек депті, арендаға алайық деп. Сосын күйеуім де қолдап, давай деп, көріп отыр ғой енді өзі, давай деп. Әйтеуір қасыңа 2-3 көмекшіні алып, осы лакомканы жасап, маған соны Инстаграм ашып, ол кезде айтпақшы бізде RAV4 машинамыз болды. Сол машинаны сатты ол кісі. Лакомкаға оборудование, 3 миллионға оборудование алып берді. Үлкен оборудование. Астына подвалға бүткіл жаңа жасайтын заттарымызды.
сосын үстіне витриналарын алып берді. Сөйтіп сол 3 миллионмен бастадық. Ең алғашқы бизнесімізді сол лакомканы, атын лакомка деп қанша уақыт жасадыңдар? лакомканы 1,5 жыл жүргіздім. Одан кейін мен готовый бизнес қылып саттым. Иә. Сіз жаңа предприниматель деп тұрсыз ғой, мен дейтін бизнесменмін де айта аламын негізі. Бизнесвумен, алып сатуға жақсымын былай негізі. Қимай саттың ба? Жоқ, қимай сату деген болған жоқ. Себебі мен одан кейін Киндер деген кафе аштық қой. Шығыстан 4 этаж үлкен зданияны алып, сол жақтан бірінші этажын полностью ремонттап, бір жағынан мына семейный кафе қылып, детский лабиринттер қойып, бір жағынан мына кондитерскийімізді жалғастырдық сол жерде. Сол Киндердің ішінде. Одан кейін сол Киндерді жүргіздік бір жылдан астам. Оны да мен тоқтаттым. Себебі арендасы үлкен болды оның. Ана 2000 квадрат бекен. Ұмытып қалып отырмын қазір. Үлкен 4 этажды здание ғой, білетін шығарсыз жолдың бойында. Соны алып өзіміздің күшімізге дұрыс сенбедік па, енді арендасын төлей алған жоқпыз. Бір жылдай әйтеуір 6 ай бізге каникул берді. 4 этаж полностью ремонттадық біз. Екінші, үшінші этаждарын торговый дом қылып өзіміз сондай бір не болды, план болды. Екінші этаж, үшінші этаж, төртінші этаждарын торговый дом қылып ашамыз деп та бәрін ремонттап, бәрін пластикпен бөліп сол тапқан табысымызды бір жыл бойы сол вложение кеткен сол Киндерге. Содан кейін адам деген ада үлкен 2,5 миллион арендасы. Ондай ол кезде енді өзіңіз ойлаңыз, 2017 жылы ма екен, 18 жылы ма, сол жылы ғой. 2,5 миллион деген үлкен аренда ғой. Сол өзіміз негізі сондай бір неге жақсы табыс тауып тұрғаннан кейін өзімізге сеніп соны бастаған болатынбыз. Онымен жаңа екінші, үшінші, төртінші этаждарын біз арендаға береміз деп ойладық қой. Онымен бір жылда оны көтеру не болған жоқ, қиындау болды да бізге. Тапқан табысымыздың ба? Қаланың шеті болғасын, ол да бізге урок болды. Ол да бізге урок болды. Сосын сөйтіп қойып жауып кеттік оны. Жапқанда готовый бизнес қылып ішіндегі заттарды сатып не қылдық. Одан кейін сол кішігірім өзіміздің баяғы тортымыз жақсы екен деп сол тофи тортқа келдік. Тофи торт деген болды. Тофи торт деген 32Б-дағы. Сол жерден өзіміздің жаңа тортымызды жалғастырайық деп клиенттеріміз бар. Сол жерде жалғастырдық. Одан оны күнделікті өзің сол жерде пісіресің ба уже? Өзім сол кезде өзім жүрем, постоянно өзім жүретінмін. Қыздарым бар, қасымда көмекшілерім бар. Одан кейін сол тофи тортта жаңағы не болды? Карантин басталып кетті ғой. 2019-дың ортасында уже. Мартта басталып кетті. Сосын уже қатты адам сандары уже қайтып жатты. Біздің жан жағымызда қайтып не қылып жатты. Адамда бір депрессияға түсіріп кетті ғой сол кез деген. Сол кезде аяғым ауыр. 6-шысына аяғым ауыр болады, токсикозым қосылады. Сөйтіп тофи тортыда карантин көп не жүрмей қалады. Тофи тортыда жабамыз уақытша. Карантин біткеннен кейін қайтып ашамыз деп та. Сөйтіп ойлаймыз. Сөйтіп карантин 2 жыл, 3 жылға дейін созылып кетті ғой. 2023-ге дейін даже. 23-те шығар кішкене нормально болғанымыз да. Жоқ, 22-де ме? 22-де. Сол бір 2 жылдай әйтеуір не болды ғой. Сосын 2 жыл жабылды. Бірақ сонда да мен үйде қасыма өзімнің көмекшілерімді алып, ол кезде өзіміз 4 этаж таунхауста тұрамыз. Сол подвалына әкеліп, көшіріп тофи тортты. Сол жерде тортымызды пісіріп жалғастырамыз. Көмекшілермен одан кейін мен аяғым ауыр, токсикозым болып не қылып уақытша қоя тұрайық деп айтамын. Енді содан кейін симфизит болады менде, жүре алмай қалам, постоянно на ногах. Тортты жасап жүргеннен кейін күш түседі ғой. Сөйтіп симфизит болады, жүре алмай қалам. Врачтар айтады, пока нагрузка болмайды, демалу керек, жату керек. 9 айға дейін шыдамай мүмкінсің деп та. Сөйтіп 9 айға толғаннан кейін сол кесаревамен 6-шы бөпемді босанамыз. Кесаревадан кейін, симфизиттен кейін вообще кесарева. Сөйтіп тортты кішкене қоя тұрамыз. Денсаулыққа қараймыз. Негізі торт деген торт әлемінде вообще беріліп күшті, таңертеңнен кешке дейін, таңға дейін торт пісіретін. Енді көп адам біледі ғой, үлкен шоу торттарды жасадым мен. Ол шоу тортқа 1 апта уақыт кетеді. Оның құрттай моншақтарын дайындаймыз, бәрі съедобный, шоколадтарды темперировать етеміз, бәрі шоколадтармен жасалған торттар, ол замок торттар жасадық. Үлкен, ол 500 мың теңгенің торттары. 500 мың даже. Одан да асқан торттар ол. Біздің қаламыздың жақсы
жаңағы беделді адамдар алды. Үлкен үлкен ресторандарда сол кісілерге сондай ол торттар. торттың шығыны қанша өзінің? Өзінің сол Өзіңіз. 300 мыңдай болады ғой шығыны. Оның дейтін отдельно ол тортқа еще кондитерлеріміз бөлек жұмыс жасайды. Әр қайсысына шоколадпен, әр детальдары шоколадтан құралады. Самықтың жаңа болды ғой бір кезде Шымкентте хит торттар. Иә. Сондай сияқты бәрі жаңағы біздің тоже андай кареталарымыз немен шоколадпен, шариктер шоколадпен, ана мүсіндер шоколадпен бәрі. Күшті, әдемі. Оны жаңа золотомен неғыласыз бояймыз еще. Иә, оны кептіреміз. Неше апта бір апта уақыт Бір аптадай уақыт кетеді, бір 5-6 күн кетеді. Ол бір аптадан кейін жаңағы жейтін заттардың сұрау өтіп кетпейді ма? Жоқ, ол шоколад қой в основном. А, Жаңа декорлардың барлығы шоколад, ал бисквит жағын төменгі жаққа қоямыз. Ал жоғарғының барлығы шоколадпен, мастикамен жасалынады. жалпы торт бизнесі ол табысты Торт бизнесі өте жақсы, иә, табысты. Бірақ қазір енді дейтін одан кейін сол 2016-та аштым ғой мен. Иә, бірнеше қызды 2016 өсірдің ғой. Иә, ол бірнеше қыздарға мастер-класс өткіздік. Каждый суббота, воскресенье 10-15 шақты қызға үйрететін едік. Бір мастер-класс ол кезде 15 мың теңге максимум. Ал қазір енді энергия, сол кезде мен дейтін шаршап кеттік уже. Иә, Үйретіп энергияны алып кетеді қыздар да. Одан кейін көп қыз келіншектер өздерінің кондитерскийлерін ашып кетті ғой. Ақтауда да ашты бірнеше. Даже Ақтау қаласында қазір ашып отырған қыздар көбі менен мотивация алып, маған келіп сұрап, қалай деп. Ол кезде қорқатын едік қой, сэс бар деп та. Иә, сэс бар, ол қалай болады деп та. Сосын жоқ, аша бер, нормально. Сен егер де дұрыс жасап жатсаң, бәрі дұрыс болса, ешкім саған ештеңе демейді. Сэсті мен сол өзім 2016-та ашып, сол 2020-ға дейін 4-5 жыл кондитерскийімді ашқан болсам, оның бірде-бір рет сэс келіп көрмеген екен. Қанша бізде 1-2 рет ұрыс болса да, сэс келген жоқ. Потому что енді ол кезде қалай айтсам екен, оның ішінде шаш шыққан жоқ, оның ішінен стекло шыққан жоқ, мысалы, басқа заттар шыққан жоқ. Ешқандай дәлел болмаса, сэс не қылмайды екен да. Егер де таза жасап, клиенттерің риза болып, сондай көрсеткіш көрсетіп отырсаң, бізде болды 1-2 жалып Инстаграм арқылы сол кезде шулатқан. Соның өзінде де былай келген жоқ сэстер. Оны доказательство болмағасын шығар, может, деп ойлаймын. Иә. Талай жедік торттарын. Иә. Солай. Одан кейін, торттан кейін қандай бизнеске жүрдің? Сол тортты енді 1 жыл кішкене демалдым. Бала жаңағы Қонжық 6-шысын босанып. Сол балам өзімде Кесаровадан өз-өзіме келейін деп 1 жылдай сол демалып жүрген. Балам 1 жасқа дейін үйде болдым. Ол кезде Одан кейін Майкок болды. Майкок болды. Иә, Майкок ана техника сату. Иә. Оған мен тоже торт сататын құрбым келіп маған көрсетеді. Мына күшті, мына осы Майкок сатсаң деп та. Сосын үйде жатсың ғой, боссың ғой деп, осы Майкокпен жасап көрші, сетевой ғой ол. Иә. Ана нелер сияқты, ТМ сияқтылар да. Сосын деп көрем мен де оны Инстаграмға бөлсем, кашысын күшті пісіреді екен, енді маған ұнайды. Сөйтіп бөлсем, ішінде пісіріп білетін заттарын көрсетем, сөйтіп Инстаграм арқылы сатам. Одан мен өзімнің достарым, бірінші өзімнің достарым алады, құрдас келіншектерім алады, одан кейін подружкаларым алады, солар алып 2 аптада 15 продажа жасайды екен. Ол жаңадан шығып атқасын 2 аптаның ішінде 15 Майкок сатып маған айтады, сен путевка ұтып алдың дейді да. Мен оны білмейді екенмін. Сосын қатты өйтіп берілмегенсін шығар енді. Сосын қалай деп та, Дубайға путевка тегін дейді да. И плюс менде сол кезде 2 миллион оклад шығып тұр. Қалай жасамайсың дейсің? Иә, 2 миллион оклад шығып тұр. 2 адамға саттым да. 2 адамға саттым. И ол адамдардың арты кетіп қалды да уже. Оларды да қызығып сатып бір линиядан 10 адам, мына екінші линиядан 2-3 адамға сатқан ғой. Сосын өзімнің бір 2-3 адамға сатқаным бар. Сөйтіп 2 аптада 15 продажа жасадың деп. Сөйтіп маған сондай табыс келіп тұрады. Мә деп, сосын қалай жасамайсың енді сен менде? Енді ол любой заттың басында болған дұрыс екен негізі. Сөйтіп Майкокты сатып кетеміз, онда команда құрылады.
одан сөйтіп 6 миллион доходқа шығамын. Сөйтіп уже сатып майкулды айтып жүр ғой. иә сөйтіп сатып жүріп, енді қазір енді любой жаңа техника басында гүрілдейді ғой, одан кейін қазір уже қалды деп та, Бірақ жыл. әлі де бар ғой ол Иә, майкук әлі де сатамыз, әлі де бар. Сұрап жатқан қыз келіншектер болса, оларға не қыламыз, презентациясын жасап бере беремін. Иә, Қосымша. бүгінгі сұхбатымыз негізі өзіңнің айтуыңмен менің есіме түсіп жатыр да. Менің есімде жатталып қалғаны сенің жаңа торт бизнесің, одан кейін тортпен семірткен адамдарды арықтатқан Гербалайф бизнесі. Ол Гербалайф та бар, иә. Одан кейін жаңағы алтын бизнесің. Алтын бизнес. Сол 3-4 бизнестің басын құрастырып отырғанмын да, есіме жаңағылар енді анда түсіп жатыр да. Сол сетевойды да жасағанмын. Иә. Одан кейін сол сетевойды жасап жүріп те жаңа тортты өзім де жеп не қылып семірдік қой, енді арықтау керек қой. Сол жаңа майкук, жаңа торт, онымен айтпақшы қатар Гербалайфты да ішіп, өзім де бір 3-4 айда ішіп күшті 20 килограмм тастадым. 20 килограмм тастап, сосын жаңағы спонсор дейді ғой, енді ол кезде спонсорым қоймай, сенен көп адамдар келіп жатыр, инстаграмға да салып жатсың, клубыңды аш деп қоймайды сол кезде. Клубты да ашам. Иә, клуб аштым, Гербалайфтың клубын тоже 3 этажды зданиені арендаға алып, астына тренажерный зал ашып, билейтін қосып, да, сондай бірдеңе істесем, сөйтіп кәдімгідей беріліп ашамын негізі. Сөйтіп ашып жүріп, сол карантин уақыты ғой. Ашып 1 жыл жүргізіп, карантинде адам жинауға болмайды деп, сосын өзім арықтап күшті болып жүргенде жаңа тоже тофи тортпен Гербалайф бірге болды, айтпақшы, ұмытып бара жатырмын. Қатарда мына жақта айтамын ғой, тофи тортқа барып семіргілерің келсе, тофи тортқа барып торт жеп семіріп келіңдер депті, сосын Гербалайфпен арқатамын деп сөйтіп жүріп, тофи тортпен бірге айтпақшы Гербалайфты да жаптық. 2 қабат болдым, жаңағыдай карантин болып кетті. Ол бірақ сетевой линияда тұра бермейді. Линия ол жүре береді, иә. Бірақ адам жинауға болмайды деді ғой. Милициялар үлкен здание, отдельный помещение болғасын, органның адамдары келіп жабыңдар, болмайды деп сөйтіп не қылатын. Сосын оны жаптық сол кезде тоже. Пока енді уақытша жаба тұрамыз деп та. Жалпы қазір де бар ғой Гербалайф. Қазір де жалғастырып жүрмін. Жалпы майкукта да, сетевойда бармын. Қыз келіншектер сұраса, енді алып береміз. Одан кейін сөйтіп жаңа карантинде бәрін жауып қойғаннан кейін үйде болдым деп отырмын. Майкукта үйде қыз келіншектерді шақырып, сатып, сөйтіп жүріп, одан кейін инстаграмнан нені көремін, байырстваны көріп қаламын. Сол теманың енді шығып жатқан кезі ғой. Иә, енді сол 20-шы жылы. 20-шы жылы балам 1 жасқа толды. Сол байырстваны қызықтап қарап жүремін. Түркиямен бизнес деген шығып жатады. Ол кезде жаңағы уже 1-2 қыз бастап, мына жаңа бизнес екен деп, мен сразу жаңа бизнес болған деп бастап кетемін, не қылып та. Күйеуіме айтамын, мынандай шығып жатыр екен Түркиямен бизнес, табар жібереді екенсің, үстіне 10%-ның өзіңе қалады. Мен инстаграмға бүйтіп салсам, шүкір ағайын думаларға айтсам, алады ғой менен деп та. Сосын күйеуім қолдайды, барып көр деп. Бірақ ол кезде уже карантин болды, жаңа торттан бизнесті жаптық, Гербалайфты жаптық, сол кезде уже лишний ақша да көп болмайды екен. Ана майкуктан түсіп жатқан ақшаның бәрін мен дейтін жаңа үйге салам, крупный заттарға салып тастаймыз біз. Рассрочка деген бар ғой, первоначально беріп қоясың. Енді соларды төлейтін ақша керек қой. Бір күйеуім енді ол кезде қазірде Қаражанбаста күйеуім вахтада жұмыс жасайды. Оның табысы енді бір стабильный доходы бар. Оның доходы енді біздің қараған бала-шаға бар, төлеп отқан ипотека бар ол кезде да. Кредиттері бар. Одан лишний көп ауыспайды. Сосын күйеуіме айтамын, қой, мен қосымша бірдеңе жасайын деп та. Сосын жаңағы Стамбулмен бизнесті көрсетем. Ұлдана деген қыз үйретіп жатыр екен 700 мың теңгемен. Сол 700 мыңды, енді білмеймін, 700 мыңды тапты, бар дейді маған. Енді артық ақша жоқ деп отырмын. Сосын бүйтіп Каспийден жаңа қараймын. Рассрочка. Жоқ, нені қараймын, кредит та, сумма. Сөйтіп жіберіп қараймын 2 миллионға, 1,5 миллион одобрение береді. Сол 1,5 миллионды алып аламын да, жаңа 700 мыңға ұлдананы жіберемін да. Қалғанына жаңа айында төлейтін бір нәрсе төлеп тастап, қолымда 50 мың теңге қалады. Жаңа не аламын ғой, билет аламын туда, барлығына соны бәрін не қылғаннан кейін 50 мың теңге қолымда қалады. Сөйтіп ұлданаға барам.
обучениеге ұлдана сол 700 000 теңгенің ішіне бір айлық жататын орның кіреді, бір ай оқисың, үйренесің, көресің дейді. прям бір айға бару керек. Бір айға бару керек. Иә, сол енеме айтамын, бір айға балаларды қарап бересіз ба деп та, бір ай барып келейін, көрейін деп. Сөйтіп ата енем жақсы, барып кел, көремін, бағамыз деп жібереді. Сөйтіп барып ұлдананың қасында бір ай емес, 3-4 күн жүремін. 3-4 күннің ішінде барлығын көрсетеді маған. Мына жерде мынандай, мынандай. Мен өзім енді продвинутый адамбыз ғой, уже қағып аламыз. Бір ай қасында жүрмейсің ғой. Сөйтіп 3-4 күнде бәрін үйреніп аламын. Инстаграмға да бөлісемін. Мә, достар, мынандай бар екен, сумка 2000 теңгеден, 1000 теңгеден, 3000 теңгеден есін адамдар көреді да, шок болады. Барлығы заказ беріп бастайды. Сөйтіп бір күннің ішінде 3 миллион Каспиге ақша түсіп тұрады ғой. Мен шокпын. Анандай көрмегенмін ғой енді. Бір күнде 3 миллион деген қарайған халық WhatsAppқа жазып жатыр жан жақтан. Енді ақшамызды салдық, минималды заказ 55 000 деп айттық қой. Қарайған адам маған жазады. Бокста ішінде бірнеше зат бар или қалай? Жоқ, жаңа 55 000-ға минималды заказ, 55 000-ға жаңағы 20 сумка түседі, 10 сумка түседі, люкстан, кішкене качествосы төмендерді, әртүрлі сапаны көрсеттік қой біз. 2000 теңгенің сумкасы бар, 2500-ның сумкасы бар, сосын 7000-ның сумкалары бар, люкс качество, соларды көрсетемін. Аяқ киімдерді көрсетеміз, сосын ішкі киімдер бар, детский киімдер көрсетеміз. Инстаграмға бәрін көрсеткен. Енді уже 3 миллион ақша түсіп тұр. Ұлданаға айтамын. Мә, Ұлдана, енді көрдің ғой заказ қалай жаса, бөлек жібереді мені де, бірақ бірге жаңағы бір ай тұратын орнымыз төленіп тұр ғой. Сол кезде мә, таңертең кешкене өліп, ана клиенттердің заказдарын жинаймын. Оңай емес ол. Оңай емес. Инстаграм арқылы келеді ғой, WhatsAppқа шығады, мен оларға прямоймен звондаймын. Неше адам? Сол кезде 45 адам есімде, бірінші заказ. 45 адаммен жеке-жеке сөйлесесің. Иә, бәріне звондаймын, мәу, ана бәрі де мәз болады, мә, Динара, өзің соғып тұрсың ба, қуанып та адамдар. Сөйтіп бәріне көрсетемін, міне мынау бар деп та. Жоқ, ананы берші, мынаны берші деп бәрі, ана мыжың ғой, каждый клиентпен жұмыс жасау деген. Бір клиентке 2 сағат уақытың кетеді ғой. Қаншама энергия кетеді. Шаршап қалам, сосын күйеуіме жылап айтамын. Қой, мен жасай алмаймын. 45 адам 45 жерден жеп жатыр мені деп. Мына 45 адам 45 жерден жеп жатыр мені деп. Мені қашан қабылдайсың? Мені қашан? Бір күнде тек 5-6 адам қабылдай аламын да ол кезде. Еще әрқайсысы әр жақтан іздеу керек. Еще звондай береді ғой қайта-қайта. Еще әрқайсысы әр жақтан. Еще мен дейтін бір күнде дейтін андай не ғой? Носкиді көрсетемін, сосын сумканы да көрсетемін. Қателік болды да сол кезде. Оның барлығы опыт. Опытпен кетті. Сөйтіп, одан кейін офлайн сұрап, жаңағы бізді үйрет, бізді оқыт деп сұраған қыз-келіншектер бар. Оны айтам қазір қызық. Сөйтіп күйеуіме жылап айтам, қой деп, күйеуім әр бастамама әйтеуір көмектеседі ғой. 15 күн уақыты, 15 күн демалыста. Сөйтіп жаңағы сіңілім екеуі келеді көмекке. Екеуіне билет аламын, сол үшеулеп әйтеуір соны бір 10 шақты күнде 45 адам жібереміз ғой. Одан кейін сөйтіп жүрген кезде жағаласып, мына жақтан қыз-келіншектер бізді де үйрет, мынау күшті бизнес ойбай деп, жаңағы өзімнің бір алыстан танитын бұрын бір жұмыстас болған келіншек бар, сол қоймай сұрайды. Динара, мені үйретші деп WhatsAppқа метам Ұлданаға жазылып, Ұлдана үйретеді. Ұлдана үйретпеймін, адам менде орын жоқ. Сен үйретші, орын жоқ деп жатыр деп мені шақыршы деп қоймайды. Сөйтіп сол жаңағы сол қыз келіншекті шақырам, жақсы деп, ол күйеуімен бірге келеді. Бірінші күйеуін жібереді. Сол күйеуіне оқытам. Сөйтіп жаңағы уже офлайн кетті. Уже мен ананы заказдар жібергеннен кейін мен уже офлайнға кеттім. Потому что бір-екі адамды міне үйретіп жатырмын деп салған кезде уже бәрі мен де үйренемін деп бәрі жазылады офлайнға. Сосын оларға тегін реклама жасап беремін да, заказдарды қабылдап, оларға бөліп беремін. Сөйтіп солар офлайндықтарымды табысқа шығарып бастаймын. Действительно, олар действительно Инстаграмға оларды салғаннан кейін, менен көргеннен кейін олардың таныстары оған шығып бастайды да. Маған заказ берсем бола ма деп та оларға. Сөйтіп жаңағындай қылып клиенттерді бөліп беремін офлайндықтарыма. Сөйтіп бір айда 30 адам келеді. Мен бәрін тез айтып отқан жоқпын ба? Жоқ. Маған нормально да? Әйтеуір қорытып жатсың ғой да? Каждый этапта. Көз алдымнан өтіп жатыр барлығы. Себебі товар таңдап жүру деген оңай шаруа емес. Иә, ол біз Инстаграмға салған базарымызға барып келгенге шаршап қаласың ғой. Ол жерде деген до такой степени андай
енді ана 3 миллион түскеннен кейін ақтау керек қой. Барлық адамдардың сенімдеріне жаңағы тез заттарын бір аптада доставка болады деп қойғаннан кейін адамдарға тез упаковать етіп сол кезде салып жіберіп андай тәшкімен де жүрдік қой. Мен айтамын, бұндайды да көреді деп ойлаған жоқпын мен деп. Көрінбей қалған зат процесс қаншама да Инстаграмға да салдым, күлгендер де отқасқа, Динара сен бүйтіп жүрген адам мына жақта джиппен Түркияға барып тәшкі мініп кеткен қалай кетті деп та оны да көрдік. Товар тасып деп па. Оны да көрдік. Сөйтіп жүріп офлайндықтар қызығып сұрап бір айда 30 адам келеді маған. Оның бірінші потогы санаймыз ғой біз отырып алып 700 мыңмен 700 мыңмен бәрі санайды ғой сразу. Сөйтіп бірінші поток 15 адамды үйретемін, екінші поток 15 адамды бөліп та 15 күнге деп, бірақ бір айдың жататын жерлерін төлеп қоямыз біз оларға. Оның бір системасы болды ма, оқыту жүйесі, бір не болады? Ол кәдімгі жабайский методикасы. Ол кәдімгі жабайский саудагерский болды. Саудагерский система болды. Ол жерде кәдімгідей немен деген теория, практика деген жоқ. Кәдімгі мен айттым, Инстаграмға да айттым ғой, мен қазір қалай жасап жатырмын, қай каргомен жасаймын да, ол жақта дейтін карго, сенімді карго бар, сенімсіз карголар болады, лақтырып кететін карголар болады. Сөйтіп біздің өзіміздің сенімді карголармен жұмыс жасап жатқан, солармен бөлісеміз, соларды көрсетеміз, таныстырып, бірінші каргодан бастаймыз, одан кейін точкілер, сенімді жерлер. Себебі ана жерде миллион точка бар ғой. Сауданың отаны болғаннан кейін жаңағы товарлар, мысалы не то товарлар кетіп қалса, возврат істейтін нелер бар, жақсы магазиндер бар да, ол жерде жоғарғы екінші, үшінші этажында өздері тігіп отырады, кішкентай 2-3 бөлмеде. Олар завод деген сол оларда. Біздерде заводта, Қытайда да сондай ғой. Біздерде заводты ойлайды, үлкен андай бір үстінде миллион адам жұмыс жасайтын завод деп, фабрика деп та. Олардың завод фабрикалары мынандай осындай 2-3 бөлмелі үйде 2-3 мастер отырады, тігіп отырады, сумкаларды, аяқ киімдерді, сондай ол жақта. Сөйтіп бірінші этажын дүкеніне апарамыз, екінші, үшінші этажын фабрикасын көрсетеміз. Сонда соларды көрсетіп, үйретіп, жақсы выбор бар жерлерді көрсетеміз. Ассортимент күшті, көп жер, качествосы жақсы жер. Одан кейін ертең бракованный бір сумкалардан, мысалы, бракованный шығып қалса, олар ауыстырып береді. Басқа жер, мысалы, сен кімсің, жоқ, ауыстырмаймын деп тұрады басқа жерде. Ал мына жер біз уже жұмыс жасап үйренгеннен кейін, оларға нормально оборот істегеннен кейін, олар бізбен жақсы жұмыс жасайды. Сол точкаларды үйретеміз, көрсетеміз, таныстырамыз. Сөйтіп жұмысымыз гүрілдеп бастап атқан кезде айқай болып кетеді. Айқай болып кетеді. Мен ол жерде 3-4 ай жұмыс жасаймын Түркияда. Сосын ол жерде 3 ай ғой. Виза да, 3 ай. Сөйтіп 3 ай уақытым бітеді. Уақытым бітетін кезде айқай басталып кетеді. Ұлданаға бір айда 200 адам келеді, маған 30 адам келеді. Сосын ана жақта қазақтар көбейіп кетеді. Бір-бірін көріп, офлайндықтарымыз уже ұрысып, керісіп бастайды. Конкурент қой енді. Сендер дейтін адамдарды көп оқытып жатсыңдар деп та. Енді байыса қазағым байысын. Действительно, сауда деген, саудада береке бар. Даже пайғамбарымыз. Өзін ашсын дейсің ғой. Саудамен айналысқан көп. Действительно, мысалы, сіз өзіңіз ойлаңызшы, китайский киім мен турецкий киім разницасы қайсысы білесіз ғой өзіңіз, мысалы. Қайсысын аласыз? Турецкий аласыз ғой. По-любому Туркия на качество работает, а Китай на количество работает. Оның беті жылтырап тұрғанымен ол ұзақ саған не алмайды. Сосын Түркияның сапасын біледі барлығы, турецкий любой затты Түркиядан жіберсең алады да, сосын бәрі қызығады, арзан екен ғой деп. Сол жақсы, айқай не болды? жақсы сөйтіп жақсы көтеріліп жүріп бастап атқан кезде, сол жаңағы ішінде 30 адамның ішінде бір 7-8 қатын деп айтайыншы деп. Потому что сондай не бастайды, үгіттеу. Жаңа ең алғашқы келген адамымыз, күйеуімен келіп оқитын адамымыз үгіттеп бастайды. Мына адамдар күнде келіп жатыр офлайнға, біздерге конкуренттер жасап жатыр. 700 мыңға не стоит обучение. Сіздер өздеріңіз оқыдыңдар, көрдіңдер, бәрін көрдіңдер ғой. Енді 700 мыңды не стоит деп қайтып арыз жазып, ақшамызды қайтып алайық деп сондай үгіттеу болады. Қыздарыма да, сол келген адамдар, ол жерде ер адамдар да келді, қыз балдар да, келіншектер де келді, әйелдер де келді ғой. Сөйтіп күнде жаңа мен отельдерге бәрін орналастырып қойдым ғой барлығын.
сол 30 келіншек, 30 ішінде ер олар да адамдар да бір бар. ай жүре ма сол Вот жерде? бір ай жүреді, иә. Бір ай жүреді деген ол бір апта менің қасымда үйренеді, бір апта 10 күн максимум үйренеді, и ары қарай өздері заказ алып кетеді, уже жан жаққа кетеді уже да, заказ алып кетеді, уже заказдар түсіп бастағасын. Бір аптада көріп бәрін үйреніп алады. Сосын бір ай жататын орнын төлеп қоямыз біз гостиница. Кәдімгі гостиница, өзім де сол жерде жаттым. Тап-таза, төсегің аппақ, тап-таза төсегі бар. 700 мың ішіне кіреді. 700 мыңның ішіне кіреді, иә, таңертең завтрактерін береді, кәдімгі үйдің тамағы сияқты да. Енді ол жерде біз саудаға барғаннан кейін, жұмысқа барғаннан кейін шикарный отель жалдамаймыз ғой. Иә, условия Ол жаңа 3+ отель. Кәдімгі, бірақ төсегің таза, нең таза, жаңағы тамақтарың үйдің тамағындай. Сол жерге бәрін орналастырамын. Түнде сол оффлайндықтарымды күтіп аламыз таңға жақын. Иә, оның барлығын сториста, инстаграмда салып отырдым, бөлісіп отырдым. Бәрі мәз болып, кәдімгі қуанып келеді, орналасып. Бір апта көреді, бір аптадан кейін жаңағы үгіттеп жүрген бір қыз қасына екінші келіншекті қосып алады, 2 адам болып үгіттейді. Біздің үйреніп жатқанымыз 700 мыңға не стоит деп. Ақшамызды қайтып алайық, ауылға кетейік. Ол енді оңай жұмыс емес қой. Тік аяқта жүресің, каждый клиентпен сөйлесіп, заказдарын жинайсың. Содан көбі біреу жаңағы, иә, мен де жасай алмайды екенмін, көрдім деп, бір 10 күннен кейін, 15 күннен кейін, біреулер жаңа бір айдан кейін ақшамды қайтар деп шыққандар болды. Одан кейін енді сен дейтін гостиницаны төлеп қойдың, оларға уақытыңды арнап қойдың, реклама жасадым. Мен мысалы блогердің бір рекламасы 100 мың теңге ғой сторизге мысалы. Ол кезде мен оларға рекламадан ақша алған жоқпын. Сөйтіп бәрін тегін реклама жасаймын, клиент бөліп беремін да. Сөйтіп жүрген кезде біз мынаны жасай алмайды екенбіз. Біздің ақшамызды қайтарыңыз деп, сол жаңа 20 күн, 30 күн өткеннен кейін. Қағаз договор жоқ қолыңызда да? Жоқ, бәрі WhatsApp'та тұр. Бізде қазір андай не бар екен ғой, сол WhatsApp'пен келіскенде де жүреді екен, как договор ретінде, заң бойынша да. Сөйтіп мен айтамын, мен сізді үйреттім, гостиницаңызды төледім, апар деген жерлерге апардым, даже 1-2 клиент болса да бердім, оның өзі де. Сөйтіп ары қарай үйреніп кету үшін да мен қайтармаймын деп айтамын оларға. Сосын процесс жасалып болды. Иә, мен сол кезде мен өзім жаңа клиенттердің заказды қабылдамай өзім осыларға, жаңа осы кісілерге білімімді, жаңа үйреткенімді, маған үйреткенді мен олармен бөлісіп көрсеттім. Сөйтіп айтамын, мен қайтармаймын. Мен бүткіл уақытым сіздерге кетті, бәріңізді үйретіп жүрмін. Қалай қайтарам? Олар қайтармайсың ба? Қайтармаймын. Онда үстіңнен заявление жазамыз дейді. Пожалуйста, жазыңыз деймін. Менде барлық жаңа видеолар бар. Қасымда көмекшім бар, бәрін түсіріп қастарында жүргенін, оларды күтіп алғаным. Сөйтіп олар Ақтауға келіп, сол 7-8 қатын заявление жазады. Заявление жазып, мені шақырады бері қарай. Сіздің үстіңізден заявление түсіп жатыр, сіз мошенница деп жатыр, келіңіз деп. Сосын мен жақсы келем деп, как раз сөйтіп балдашаға бәрі қасымда еді ғой, күйеуім бәрі. Сөйтіп балдарды, жолдасын бәрін тастап барып келейін деймін. Келем, өзім келгеннен кейін жаңа уже тергеу амалдары жүріп кетеді. Резонанс болып кетеді ғой. Бүткіл жаңа Қазақстанға әртүрлі парақшаларға салып, одан кейін олар жаңағындай қылып бір келіп, сол кезде бір апа, сөзім ауыр болмасын, ол кісі жоқ қазір бұл өмірде, естуім бойынша. Сол кісі жаңағындай біз дейтін аэропортта отырмыз, сол қыздарды жазғызады да инстаграмға. Біздер аэропортта қаңғып жүрміз, жататын жеріміз жоқ. Динарадан алданып қалдық. Біз Түркияға келіп сөйтіп алданып қалдық деп инстаграмға сондай ложный информация жібереді. Ол сол оқуға барған. Бұның барлығын істеп отырған жаңағы ар жақтағы өздерінің ахватын, нелерін көтеретін бір блогер сымақ инстаграмға салып өтті барлығын. Халықтың қорғаушысымын деп та, юристмін деп. Соны солар айтып отырады екен, сендер өстіп түсіріңдер, ол осы айқай арқылы ахват, просмотр көп не қылып отыр ғой, қарап отырсаң дымда да бітірген жоқ. Сөйтіп жаңағындай мен сіздердің қорғаушысымын деп прямойға шығарады оны қайта-қайта, оларды жылатып та. Сосын мен мына жақтан бәрін көріп шок болып отырмын, қалай деп та, мен оларды үйреттім, күтіп алдым аэропорттан. Бәрін жеке-жеке таксимен күтіп алып, бәрін өзім төледім мысалы да. Таңғы сағат 3-4-терде келеді, мен күтіп алам, таңертең 2-3 сағат ұйықтап, қайтып шығам, оларды ертіп та, барлық жерге. Мен түсінбей жатырмын, қасымда көмекшілерім де шок.
мыналар бір күнде неге өтіп кетті деп та. Сосын барып сұраймын, неге өтіп жатсыңдар деп та, ақшамызды қайтар деп та. Ол жерде мысалы 30 адамның барлығы не қылған жоқ, сол именно 7-8 адам жаңағы, иә менде заявление жазамын, мен де кетемін, көрдім, ақшамды қайтарып аламын деп не қылады. Қалғандары мысалы ер адам бар, әйел адамдар, олар жоқ, рахмет, біз ризамыз Динараға, біз үйретіп жатыр ғой, біз осыны көріп, инстаграмнан көріп, осыны сұрап келдік қой деп. Олар иә ар жағында 24 адам, менде өзімде әлі списокте бар да, олар 24 адамның өзінің разы болған қолхаттарын аламын сол кезде. Енді ана 7 адам маған разы емеспін деп тұр ғой, сіз разысыз ба, бәрінен сұраймын. Сөйтіп сол кісілерден разылығын алам, ризамыз Динара саған, жоқ біз бұларға ермейміз, арыз жазбаймыз деп олар айтады. Сосын мен мына кісілерге айтамын, міне көріп тұрсыз, неге сөйтіп тұрсыздар деп айтамын оларға. Бізге жаңағы соның ішіне алғашқы бастаған әйелдің келіншегі айтады, сенің үстіңнен сондай арыз жазамыз, мына жақтан тағы да Ақтаудан не түсіп жатыр. Ол кезде тоже алтынды да көрсетіп бастадым мен. Бүткіл енді халықтың көзін аштым деп айта аламын. Иә. Бізде мысалы Ақтауда барлық нәрсе удай қымбат. Бізде дейтін 2 есе емес, 3 есе, 4 есе қояды бағаны. Олар мысалы өздері анаяқтан арқалап алып келіп жатса да көтеріп, бірақ дұрыс баға қою керек. Көп кәсіпкерлер маған қарсы шығып бастады, даже мен таныстарымда да. Енді бұл мен ойлаймын, может оларға андай Алла тағаладан не келген шығар. Жаңағындай төмен түс дегендей да. Действительно Ақтауда білесіз ғой, қандай қымбатшылық екенін. Сосын Түркияға барып, сосын алтындарды да көрсеттік қой осы кезде. Сол алтын бізде ол кезде 30 мың, 35 мың, эксклюзивныйлар 40 мың за грамм сондай болып жатқан кезде, даже кредитке олар қымбат сатып отты ғой. Ал Түркияда мен сол алтындарды ол кезде 15 мың, 16 мың теңгеден жібердім за граммда. И сол менің қателігім Түркиядағы арзан өз бағасын ашып көрсеткенім. Даже өзімнің жаңа таныстарым бар, кәсіпте де Динара неге сен өтіп бізге не қылып жатсың деп айтқандар да болды. Қатты көрсетіп тіпті. Енді мен Түркиядағы бағаны көрсетіп, менің жұмысым сол ғой қазір. Байыр деген сол. Сіз жаңа сол ана түріктің бағасын көрсетесіз, сосын үстіне 10% 10% услуга, иә. Мысалы, клиент ана жерден 2000 теңгеден сумка алама, 10% 200 теңге, әр сумкадан 200 теңге қосамыз. Соншама жаңа 2 сағат жүргенде ма? Иә, сөйтіп жүреміз. Сосын ол жерде жаңағындай Түркияның тек қана 200 теңге емес, енді ол тағы да 200 теңге бізге скидка жасайды. Оларда, потому что біз оның дүкеннің оборотын өсіріп отқасын, заказдардың тек қана сол дүкенмен жұмыс жасағасында, тағы общий скидкалар да бар. Сөйтіп көп қыз келіншектер маған сөйтіп қарсы шығады екен. Сосын жаңағы мына жақтағы бастап атқан қыздарға не береді? Газ береді дегендей. Иә, давай деп та, Динара біздің бүткіл жаңағы немізді, мына жақтағы саудамызды тоқтатып тастады. Алтын бизнестегі жаңа білмеймін, мен осы уақытқа жалпы неге мен өтіп маған не қылғандарында, мен ол кісілерді мысалы Ақтауда, Қазақстанда осындай баға деп айтқаным шығар, енді бір қателігім да. Өйткені сен ең басында шықтың ғой. Басында шықтым. Алтынның байырыстығында. Қазір енді көп қой, қазір Грузияға одан кейін үйреттік қой барлығында. Сөйтіп, сен неге өтіп слишком төмен жіберіп жатсың деп та. Сөйтіп көп енді заказдарда көп түсті енді. Олардың да саудалары жүрмей қалған. Сосын мына жақта ғана қыздарға газ берген, иә Динараны давай жоқ қыл бүйт құрт деп та. Даже инстаграмға құрту керек мына Динараны деп айтқандар менде әлі записьте бар оларда сөздері. Құрту керек бұны деген сияқты. Бір-біріне голосовойлар жіберген. До такой степени саудада дейді. Сол кезде мен қатты не қылған екенмін ғой деймін да. Шулатқан екенмін. Иә, біраз шулаттың. Иә, біраз. Сосын мен ондай болады деп ойлаған жоқпын. Кәсіпкер достарымда да маған жаңа басқа көзқараспен өзгеріп бастады. Неге сен олай істедің деп сұрағандар да болды. Енді білмеймін, енді процестің барысы солай болып кеткен ғой. Иә, мен өйтіп ойлаған жоқпын ондай болады деп та. Сол айқай шу содан көтеріліп кетті, короче. Барлығы маған қарсы шығып кетті ғой.
сол кезде тергеуге шақырады мені Ақтауға. Мен бала шағам бәрін тастап кетем. Маған айтады, сізді даже қамауға дейін апарамыз деп та. Мен не деп қамайсыз деп та. Сізді сөйтіп мошенничествомен не қылып жатыр деп. Сосын мен бүткіл жаңа дәлелдерді көрсетемін. Жаңа 24 әйелдің жаңағы ризамыз, ешқандай неміз жоқ деген хатын көрсетемін. Одан кейін ол жаңа 7 қатынның видеолары бар менде. Қасымда жүріп күтіп алғаным, оларды жаңағы үйреткенім, олардың өздерінің 3 миллион таптым, 2 миллион таптым. Иә, келгелі міне Құдайға шүкір 700 мың доход таптым, бір iPhone алдым деген видеоларын көрсетемін тергеуге. Міне дәлел деп сіздің заявление жазып отқан адамыңыз. Сосын ол кісі айтады, иә, ол ешқандай мошенничествоға жатпайды. Сөйтіп тергеу жабылады. Потому что мошенничество деген ол сіздің ақшаңызды алып жоқ болып кету. Жоқ болып кету. Ал мен ол кісілерді ақшасын алғаннан кейін гостиницаларын 350 мыңға төледім. Одан кейін олардың қасында бір апта жүрдім, үйретіп та. Бір айлық гостиницаның сіз өзіңіз ойлаңызшы, 700 мың теңгеге бір айға бара аласыз ба Түркияға? Бара алмайсың қазір. Бара алмайсың, ол кезде де бара алмайсың. Иә. Сөйтіп жаңағындай үйренеді, олар системаны көреді, бәрін. Сосын қой, мен мынаны қиын жұмыс екен деп сол 7 қатын шығады айқайлап да. Сөйтіп жаңағындай қылып мана айтып кетіп бастап не қылып кетіп аяқ біз дейтін қаңғып қалдық, бізде жататын жеріміз жоқ. Динараға әдейі жаздырған ба сонда? әдейі сөйтіп жаздыртады, жаңағы блогер жаздыртады екен да. Сөйтіп Инстаграмға шығады, мен оны көрем, айқайдың басталып жатқан кезі ғой. Инстаграмды шолап көрем да, мә шошып кетем. До такой степени адамда 200-ді болады екен. Жасыңыз болса, мынандай үлкен жаста 45-те ма сондайда жүгіріп барам да жатқан жерінен видео түсіріп алам. Гостиницада жатыр ғой, халыққа басқаша информация беріп отыр. Прям сол жерде жүріп, Турцияда жүріп. Иә, Турцияда жүріп, заявление жазатын жерге барып, аэропортқа барып түсірген ба, білмеймін. Сол аэропорттың жерінде міне біз аэропортта жүрміз, қаңғып жататын жеріміз жоқ. Динараға оқуға келіп едік, қаңғып қалдық деп та. Бізді үйреткен жоқ, бізді фабрикаға апарам деп апарған жоқ. Жаңағы 2 этажды фабрика деп отырмын ғой, соған апарғанның өзінде, мынау ма фабрикаң дейді ғой. Ол Китайда да, Түркияда да фабрика сондай. Бізде Қазақстанда үлкен завод деп не қылады, ондай емес қой оларда. Сосын сондай, ой, сол кезге түсіп кеттім ғой, кәдімгі қиын. Сөйтіп жаңағындай қалай айтсам екен, сөйтіп көріп қалып, жүгіріп барып, гостиницасында қасымда көмекшім бар. Гостиницаға жүгіріп барып есікті ашып, апа неге өтіп айттың деп та. Соны салам, неге өтіп айттың, жатсың ғой міне аппақ төсекте деп. Әлі бар ғой сол естедім просто. Именно сол кісі өмірде жоқ. Ол кісі ма? Ол жалғастырайық жаңағы. Сонымен сотты жеңіп шықтым деп па бір сот болған жоқ бізде, тергеу амалдары тоқтатылды, потому что доказательства барлығы бар ғой қолымда. Жаңағы видеоларды көрсеттім, аэропортта түнедім деген жаңағы нелері, әңгімелері барлығы көрсетілгеннен кейін, барлығы өтірік екен, дәлелденгеннен кейін тоқтатылды. Содан кейін әйтеуір 3 ай ма, 4 ай ма жүрдік қой. Сен сол 3 ай 4 ай уақытыңды алды да? Уақытымды. Одан кейін маған айтты, жаңағындай моральный, материальный ущерб взыскать етіп, қарсы заявление жазуға болады деп. Мен сол кезде айттым, мен Алла разылығы үшін кешірем дедім. Потому что ол кезде уже мен күшім болмай қалды да. Мен олармен тағы да 3-4 ай жүретінмін, нем жоқ, күшім жоқ. Мен одан да өзімнің балдарымды сағындым ғой. Балдарыма барайын, жұмысымды жалғастыра берейін дедім. Сөйтіп Алла разылығы үшін кешірдім деп айттым да сол кезде. Содан кейін сол жан жақтан ағайындарым, тумарым сотқа бербейді, сөйтеді ғой енді. Жоқ, мен жолым ашылу үшін, жұмыс жасау үшін бұл ненің бәрін ұмытуым керек қой. Қайта тағы да 3-4 ай жүрсем, солармен соттасып, тағы негатив етіп жүрсем. Сол сөйтіп арғай жұмысымды жалғастырдым. Қайтадан Турцияға кеттің? Міне 4 жыл болды ғой. 2020 жылдан бері, 4 жылдан бері байырмын. То есть алтындар жібереміз, товар жібереміз, термомикс керек па, жаңа ауропылесос па, бәрін Түркиядан сол Түркия бағасымен жібереміз. Алтынды тоже алтын бағасымен жібереміз. Қазір сол бизнес бар, жалғастырып жатсың да? Қазір бизнес бар. Біздер дейтін
жаңа балдарым айттым ғой 1 жыл оқыды деп та, балдарым ол жаққа үйрене салған жоқ. Резко жаңа алып кетіп сразу Түркия мен ағылшынға балдарға қиын болды да. әрине. Ол кішкентай ғой балдарым, сосын кішкентай қызым менің гимнастка. Балдарымды қосымшаға осы жерде кружоктарға баратын еді, соны сағынып жылады ма әйтеуір, балдардың көңілін қимай қайтып алып келдік балдарды содан кейін. бір жылдан кейін да. Сол балдар енді балдар осы жақта балдар өзіміз осындамыз. 3 ай сайын 2 ай сайын барып тұрам ол жаққа дейтін. 3 ай ғой виза деген, постоянно бара алмайсың, постоянно жүре алмайсың Түркияда. Қазір тек тұрақты алтынмен жұмыс жасап жүрсің, иә? Қазір алтын, сосын арасында техникаларды да жібереміз. Алтын, сосын техникаларды да жібереміз. Аура пылесосын, Dyson, Thermomix дегендер сұрайды, соларды жібереміз. Неше, оқытушы? Оқыту да бар әлі де оқиды. Каждый барған сайын 3-4 адам алып кетемін. Сондай обучение мен. Сол бір кездерде жаңа байырство деген курс оқыту, байырствоға үйрету деген бом болды сол кезде. Қазір әлі де бар ма оқыту дегендер? Мен тек қана қазір бір саланы үйретіп жүрмін, алтын сатуды да. Түркиядан сол арзан мен өзімнің партнерларым бар, фабрикасы, заводы бар. Сол жақтан арзан алып берем. Өзімнің жаңа Аптовик, мына Маңғыстаудан да Қазақстанның түкпір-түкпірінен қазір дүкен ашып отқан магазиндері бар, үлкен дүкендері бар, Аптовик клиенттерім бар, солармен жұмыс жасаймын. Сосын үйден сатып отқан қыз келіншектер бар, алтын. Соларға аз-маз әкеп берем. 3-4 айда тек бір барам қазір. Баяғыдай көп бара бермей, бір жинап барам да. Енді сол осы байырство бизнестің табысы сол жүріске тұрады ма? Иә, әрине тұрады. Бір жаңағы мен айтамын ғой, 3 айда бір барып келген кезде сол жарты жылдың табысын жинап келемін, нормально қылып деймін ғой. Жақсы екен, үйрену керек екен. Алтында негізі, алтын беспроигрышный бизнес қой. Алтын деген ол ақшаң болып тұра береді да. Сен ол жақтан салған ақшаңды мына келіп көтеріп шығарып аласың даже. Менде мынандай ой туындап отыр да, енді алтынға бірақ енді олар жолға кететін шығынынан жаңағы шығын шығармаймыз деген бір жаңа принцип бар ғой. Жолға, жататын орның бар, тамағың бар деген сияқты да. Одан да мысалы бір барып келгенге 500 мың ақшаң кетіп қалады ғой. 500 жоқ дегенде бір 500 мың, одан да 500 мыңға бір набор алса, дұрыс бір набор да. Немесе 500 мыңға Құдаша Сақинаның 50 штугын алады. 50-60 штугын алады. Ол Құдаша Сақинаға әрқайсысына 5-6 мың пайда көресің ғой. Мысалы алтынды ломбардқа тапсырсаң да, немесе мына алтын сататынды сатсаң да, әйтеуір құрттай үстіне 1-2 мың теңге пайдаңды көріп сатасың да. Мысалы товарға салады көбі да, товармен жұмыс жасайды. Ол не олмайды. Мынандай ой ойлап отырмын да, енді Турция елдің қазір бәрі барып жатыр ғой, өздері де барып алып келе салмай ма, одан оқымай ақ деймін да. Ол жағынан не айырмашылығы? Олар өздері барып бара алады. Олар дейтін қымбат жерге бар ұнады да. Бәрі біздің алып жатқан жерден алмайды. Одан да төмен жер бар ғой, алатын жер бар. Сол фишка сода екен. Төмен жері бар. Сол жақтан барып алады. Басқа? Сосын сен бірінші рет барып тұрғаннан кейін, өзің бірінші рет барып тұрсың, саған арзан бермейді ешкім. Сен танымайды ғой. Иә. Одан бар. Мен мысалы даже қазір $50, $55 ма алтынның граммы біздерге одан да төмен береді да. Біз постоянно оларды алып сатып жүргеннен кейін. Біз арқылы баратын болса, ол арзан алады, намного арзан алады. Түсінікті. Керемет. Енді қазіргі таңда би мектебін ашып қойдың. Студия ғой, мектеп емес, студия. Бұл мектеп студия аштың, би студиясын. Қызың үшін, иә? Қыздарым үшін. Қыздарым жалпы биге екемі жақсы. Өзімде де бұрын айтып отырмын ғой, бишімін деп. Өзімде сол би үйлеуге, басқа бірлерге бармай-ақ, өзімізде тренер көп қой қазір. Сол тренерді шақырып, солардың биіне қатысу үшін. Ол табыс әкеліп тұрған жер ма? Енді жақында аштық. Бұйырса енді открытие жасаймыз. Қазір технический открытиемен да. Сосын плюс жаңа айтып отырмын, Гербалайф өзім ішем. Қасынан сол Гербалайф клубты да ашып қойдым. Күшті, керемет. Құрметті көрермендер, біз білмейтін Динараның қыр-сырын бүгін біз кәдімгідей ашылып па? Вообще негізі бар ғой, бұл айтылмаған, даже өзім инстаграмна да бүйтіп айтпаппын. Білмеймін неге екенін, просто жаңа кісі қайтқаннан кейін қатты тиіп кетті ма,
мүмкін ішінен шығару керек болған шығар Иә. осы эфирге келіп. Иә, может солай болған Керемет, шығар. ол кісіге де сізге де жеңілдігін берсін дейміз. Иә. Ал енді болашақта Динараны қандай қырларынан көреміз? Беші Динараны көрдік, аспаз Динараны көрдік, байыр Динараны көрдік, тағы қай жағынан көруіміз мүмкін? 8 қырлы бір сырлы деп Иә. па. Талантливый Талантливый человек, талантлив во всем, талантлив во всем дейді ғой. Сол сияқты білмеймін енді қазіргі таңда шынымды айтсам, осы байырлықпен сол би студияма тоқталдым. Әсерлі, мәнді, сәнді бүгін подкаст болды мен үшін. Иә. Құрметті көрермендер, біздің бүгінгі эфирімізді бағалаңыздар. Динараның өмір жолынан, бизнестегі опыт жолынан өздеріңізге сабақ алыңыздар. Ұнаған жерлер болса, ұнамаған жерлер болса да астына комментарий жазыңыздар. Сіздердің сын пікірлеріңіз арқылы біз өсеміз, дамимыз. Біздің каналға подписка жасап, көк кнопканы басып, біздермен бірге болыңыздар, және біздердің өсіп дамуымызға үлестеріңізді қосыңыздар. Динара, сәттілік. Жоғарғы биіктерден көре берейік. Тағы да әртүрлі әдемі жаңағы шыңдардың басынан көретініме сенімдімін әлі сені. Рахмет, сіздерге де табыс тілеймін. Жұмыстарыңызға осындай қызықты подкасттар көп бола берсін. Оқырмандарыңыз көбейе берсін. Бұйырса тағы да кәсіп бастап жатсақ, алдағы уақытта тағы да шақырып жатарсың. Шақырамын, обязательно. Бұйырса келеміз. Рахмет көп. Рахмет.